Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Арсенчик KZ арнасы. Достар, бүгін біз қазақтың шалы дейді, осындай қызықты мультфильмге реакция түсіретін боламыз. Мен жалғыз ғана емес, қасымда бауырларым, достарым бар, амандасып қойыңдар. Ассалаумағалейкум. Достар, ал ендеше бастайық. Дауысын басып қойық. В общем, шал келядыр. Қасында девушкасы. Махаббаттар ашылып тұр. Қасында кемпірі. Бұл ана бұрышта кім тұр? Атмарос. Қорықпаңдар, бұл жай ғана тонау. Сен бұған араласпа, демал. Кемпірін ұрды достар, кемпірін жылатты. Мұрында гармониста бар ау деймін, мұрын арқасы. Бетіне түкірді еще. В общем, анау бандит бабыр деген ақша сұрауы. Шалың құтырды. Шалың ұрды түнді. Геннадий қапас атты Не деген әжілер кеді. Аяғын сындыр, қолын сындыр, бел сау-сауын басын тұздау үшін мұны. Оңшым адам болмайды. Өзен кемпірін ұрды дұрсын алды. Ойбай. Не ғызына? Көзін үшін. Ойбай. Әтет. Гомы выпадет, Көзін шығар деді. Атаң пақыр болып өтті. Мында өш. Кемпіріне тиіспеу керек еді. Ойбай, көшен еріпті. Айттың екеуің арасында біресе барды. Кемпірі кетті. 25 теңге. 25 теңге. Ақша сұрайды. Бұл мағынасы нұра отыр ғой. Ақша сұрағанды ұрып атыр да барлығын. Сонда немелі күнек дайдық та? Одан ешкім ақша сұрамау керек енді сонда. Достар, мінеке осындай видео болды. Егер ұнаса лайктарыңызды басып кетіңіздер. Және комменттерді жазып кетіңіздер. Және колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сонда ғана Арсенчик KZ'те видео шыққанын біліп отырсыздар. Қызық болды деген ойдан достар, осы видеоға бір 30 лайк басып тастайық, жалко емес. Ал давайте достар.